байланысты Ақ Жол депутаттық фракциясы келесіні талап етеді. Өңірдегі СПК-лардың мақсаты мен рөлін айқындау қажет. Дәл осы түрде қала берсе, бұл ұйым бизнесті дамытуға кедергі, сондықтан оларды таратуға жататын тиімсіз институт деп тану керек. Ақ Жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің бірінші орынбасары Склярға. Биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев квазимемлекеттік сектордың жұмысын қатаң сынға алды. Мысал ретінде, Самұрық-қазына қорының жұмысы ашық және функционалды болу керектігін айтып, болмаса бұл қормен қош айтысуға дайын екендігін білдірді. Ақ Жол фракциясы квазимемлекеттік сектордың реттеу туралы бірнеше депутаттық сауалдар жолдаған болатын. Сонымен қатар, Самұрық-қазына қорының аймақтардағы көлеңкесі болып табылатын және жергілікті даму институты деп есептелетін СПК туралы нақтырақ тоқтауды жөн көрдік. Партиямызға СПК-ның жұмысына наразы кәсіпкерлерден арыз шағымдар көптеп түсуде. Естеріңізге сала кетейік, СПК мемлекет пен бизнестің әріптестігі және өңірдің әлеуметтік экономикасын дамыту үшін үкіметтің 2012 жылғы қаулысымен бекітіліп құрылған болатын. Үкімет корпорация туралы заң жобасын 2008 жылы парламентке енгізіп, мәжілісте қызыл талқылау бастағаннан кейін кері қайтарып алған болатын. Яғни, СПК-ның қызметі бүгінге дейін заңмен реттелмеген. Сондықтан бұл корпорация бүгінгі күнде ешқандай ортақ ережесіз құрылым. Әрбір акимат оны өзінше қолдануда. Шын мәнінде бұл мекеме делдалдың рөлін атқарады. Олардың не жоба менеджері, не мемлекет өкілі, не кәсіпкерлер екені түсініксіз. Корпорация кәсіпкерлерді қолдау құралының орнына олардың проблемасын айналуда. Мысалы, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге рұқсат беру, немесе жер учаскесін сұрау, не инфрақұрылым керек кезінде СПК жарлығын капиталға бір тиын салмастан мекеменің шешіміне 30%-ға дейін қатысуын талап етуді орындары бар. Ал бұл кәсіпкер мұндай рұқсатты жергілікті орындардан тікелей және тегін алатын. Тегін қолдаудың орнына меншігін талап ететін мекемені кәсіпкерлерді қолдау ма, әлде тонау ма? Бұл үлкен күмәнді мәселе. Мысалы, бизнес омбудсменнің айтуынша, СПК жалпы есеп бойынша 2017 жылды 2,5 миллиард теңге шығынмен аяқтаса, небәрі бір жылдың ішінде ол 6 есе өсіп, 2018 жылды 15,5 миллиард теңге шығынмен аяқтаған. Алайда бұл өзі шығарған есебі. Айта кететін жайт, осы СПК-лардың бюджеттері қоғам үшін беймәлім, және олардың есептері ешқандай мемлекеттік құжатпен реттелмеген. Осыған қоса, мемлекеттік органдар кәсіпорындардың коррупция құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар, корпорация тарапынан халық тұтынатын өмірлік маңызы бар тауарлардың бағасын төмендету мәселесінде немқұрайлық, яғни өз мақсаттары мен міндеттерін орындамау және тиісінше жүзеге асырмау байқалады. Нәтижесінде жергілікті бюджет қана емес, кәсіпкерлік субъектілері және халықтың әлеуметтік осал топтары зардап шегуде. СПК-ның қызметінде барлық көрсетілген кемшіліктер тиісті органдар тарапынан нақты бақылау болмауының нәтижесі деп білеміз. Негізінде шағын және орта бизнестің дамуын қолдамасақ, мемлекеттің экономикасын дамуы және жаппай жұмыспен қамтамасыз ету сияқты міндеттер жайлы айту қиын. Жоғарыда айтылғандарды байланысты Ақ Жол депутаттық фракциясы келесіні талап етеді. Өңірдегі СПК-лардың мақсаты мен рөлін айқындау қажет. Дәл осы түрде қала берсе, бұл ұйым бизнесті дамытуға кедергі, сондықтан оларды таратуға жататын тиімсіз институт деп тану керек. Егер де үкімет бұл институтты сақтап қалғысы келсе, онда әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның құзыретін арнайы бір тәртіпке келтіріп, заңмен бекітіп, осы корпорациялардың кәсіпкерлердің меншігіне, ішкі жұмысына араласпайтын болу керек. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заң аясында СПК-ны қаржыландыру, қаражаты мен қызметі үшін есеп беруін, тиімділігін қадағалауда жергілікті мәслихаттарға жүктеу. СПК-ның табатын табысы болса, оны толығымен жергілікті бюджетке салып, қоғам үшін ашық түрде пайдалану қажет. Әсіресе топ менеджерлердің жалақысы, сыйақысы, бонустары мен офис көліктерінде мәслихат бекіту керек деп санаймыз. Рахмет, құрметпен Ақ Жол фракциясы депутаттары.